Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы шамалар арасындағы тәуелділік, шамалар арасындағы тәуелділіктің формуламен берілуі. Бүгінгі сабақта сіз шамалар арасындағы тәуелділікке есеп шығаруды меңгересіз, шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдерін білесіз. Сипаттамасы бойынша тәуелділіктің формуласын жазуды үйренесіз. Күнделікті өмірде немесе шаруашылықта біз ұзындық, аудан, көлем, қашықтық, жылдамдық сияқты шамаларды білеміз. Сол шамалардың кейбір мәндері өзгеріп отырады, кейбіреуінің мәндері өзгеріссіз болады. Енді осындай шамаларға байланысты мына мысалды қарастырайық. Автобус 60 км/сағат жылдамдықпен 3 сағатта, 4 сағатта және 5 сағатта неше километр жол жүреді. Сіздер білесіздер, қашықтықтың формуласы ол жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне тең. Егер бұл жерде автобус 60 км/сағат жылдамдықпен жүреді деп берілсе, яғни жылдамдық өзгермейді және уақыттың біз есеп шарты бойынша өзгеріп тұрғанын көріп тұрмыз. Сонда жолға кеткен уақытқа байланысты біз жүрілген жолдың мәнін есептейік. Сонда қашықтық дегеніміз ол жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне тең, яғни 60-ты 3-ке көбейтіп, осы көбейтіннің мәні 180-ге тең екенін көреміз. Яғни 3 сағатта автобус 180 км жол жүрген екен. Дәл осылай оның 4 сағатта жүрген жолын анықтаймыз. Онда қашықтық 60 көбейту 4, яғни 240-қа тең болады. Демек, 4 сағатта автобус 60 км/сағат жылдамдықпен 240 км жол жүрген екен. Осылайша оның 5 сағатта жүрген жолын анықтаймыз. Ол бізде 60 пен 5-тің көбейтіндісіне, яғни 300 км-ге тең болады. Сонда байқасаңыздар, бұл жерде автобустың жылдамдығының мәні өзгермей тұр, ал уақыт өзгеріп тұр. Соған сәйкес автобустың жүрген жолының ұзындығы да өзгеріп отырғанын байқаймыз. Ендеше келесі анықтаманы алайық. Сан мәндері өзгеріп отыратын шамалар айнымалы шамалар деп аталады. Және айнымалы шамалардың екі түрі болады: тәуелсіз айнымалы шама және тәуелді айнымалы шама. Бұл алдыңғы мысалда автобустың жылдамдығы, яғни 60 км/сағат дегеніміз, ол бізде тұрақты шама болды. Ал уақыт тәуелсіз шама, ал автобустың жүрген жолы ол бізде уақыттан тәуелді шама болады. Тәуелсіз айнымалының әрбір мәніне тәуелді айнымалының бір ғана мәні сәйкес келеді екен. Осыны еске сақтап алайық. Ал шамалар арасындағы тәуелділіктің берілу тәсілдерінің 3 түрі бар. Ол аналитикалық тәсіл, яғни формуламен берілуі. Екінші, кестелік тәсіл, яғни тәуелділікті біз кесте түрінде береміз. Және үшінші тәсілі ол графиктік тәсіл, яғни тәуелділікті графикпен кескіндеген жағдайда. Енді шамалар арасындағы тәуелділіктің аналитикалық тәсілмен беру дегеніміз не? Шамалар арасындағы тәуелділікті формуламен беру тәсілін тәуелділікті аналитикалық тәсілмен беру деп атаймыз. Әдетте тәуелсіз айнымалы шаманы X арқылы, ал тәуелді айнымалы шаманы Y арқылы белгілейді. Ал енді осы шамалар арасында тәуелділікті формуламен беру тәсіліне байланысты мына мысалды қарастырайық. Квадраттың қабырғасы, яғни А-ның мәні 2, 4 және 5 см. Оның периметрінің қабырғасынан тәуелділігін формуламен жазыңыз. Сіздер білесіздер, квадраттың периметрінің формуласы P тең болады 4 көбейтілген А. Яғни периметр ол квадраттың қабырғасын 4 еселенге тең болады. Енді осы формуланы біз квадраттың қабырғасы мен периметрдің арасындағы тәуелділік деп айтамыз. Егер квадраттың қабырғасы, яғни А 2-ге тең болса, онда оның периметрін есептейік, яғни формуладағы А-ның орнына оның мәнін қоямыз, сонда периметр 4 көбейту 2, яғни 8 см болады екен. Ал егер квадраттың қабырғасы А 4-ге тең болса, онда квадраттың периметрі 16-ға тең болады. Ал квадраттың қабырғасы 5-ге тең болса, онда оның периметрі 20-ға тең болады екен. Яғни біз бұл теңдіктен квадраттың қабырғасы өзгерген сайын
оның периметрі де өзгергенін байқап тұрмыз. Яғни квадраттың периметрі қабырғадан тәуелді шама. Немесе осы мысалдағы берілген тәуелдікті біз басқаша беріп көрейік. Яғни жаңа айтып өткендей біз тәуелсіз айнымалыны x деп, ал тәуелді айнымалыны y деп белгілейтінбіз. Ендеше квадраттың қабырғасы бұл жерде тәуелсіз айнымалы, оны x деп алайық та, ал квадраттың периметрі тәуелді айнымалы, оны y деп алайық. Сонда бұл тәуелдіктің формуласы келесідей болады. Яғни y тең 4 көбейтілген x. Бұл жерде де x-тің мәні, яғни ол қабырғасының ұзындығы 2 болса, y, яғни периметр 8 болатынын, қабырғасы 4 болса, периметр, яғни тәуелдіктің 16-ға тең болатын, және қабырғасы 5-ке тең болса, оның периметрінің 20-ға тең болатын көреміз. Яғни бұл жерде формуланың екі түрде берілуін көрсеттік. Ал енді осы айтылғандарды қолдана отырып, мынадай тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: шамалар арасындағы тәуелдікті формуламен жазыңыз. Бірінші, квадраттың ауданы S және оның қабырғасының арасындағы тәуелдікті жазуымыз керек. Бұл жердегі тәуелдік формуласы келесідей болады: S тең A квадрат, яғни квадраттың ауданының формуласы. Келесі, шеңбердің ұзындығы C мен оның радиусының, яғни R-дің арасындағы тәуелдікті формуламен беруіміз керек. Бұл жерде біз шеңбердің ұзындығының формуласын еске түсіреміз, яғни C тең 2πr. Яғни біз бұл формуладан шеңбердің ұзындығының радиустан тәуелдігін байқаймыз. Келесі, 10 дәптердің құны C деп алатын болсақ, оның бағасының, яғни A-ның арасындағы тәуелдікті жазуымыз керек. Бұл жерде 10 дәптердің құны, яғни әр дәптердің бағасын дәптер санына көбейтеміз. Бұл жерде тұрақты шама дәптер саны 10, ендеше формула түрінде C тең 10 көбейту A болады. Яғни бұл жерде де біз дәптердің бағасынан оның құнының тәуелдігін байқаймыз. Келесі тапсырманы орындайық. Меншікті жылдамдығы 20 км/сағат қайық ағыс жылдамдығы 2,5 км/сағат болатын өзенде ағыспен Т сағат жүзді. Қайық неше километр қашықтыққа жүзді және жүзу қашықтығының жүзу уақытына тәуелдігін формуламен жазыңыз. Сонымен қатар формула бойынша бірінші Т тең 2 болған жағдайдағы және екінші Т тең 6 болғандағы S-ті, яғни қашықтықты табыңыз. Бұл жерде біз алдымен қайықтың өзен ағысы бойымен жүзген жылдамдығын анықтаймыз. Ол бізде қайықтың меншікті жылдамдығы мен ағыстың жылдамдығының қосындысына тең болатынын білеміз. Ендеше қайықтың ағыс бойымен жүзген жылдамдығы ол 20 мен 2,5-тің қосындысына тең, яғни 22,5 км/сағат болады. Енді бұл жерде қайықтың өзенде жүзген жылдамдығы уақытқа көбейтіп, оның барлығы қанша қашықтық жүзгендігін табу үшін, яғни келесі формуланы жазайық. Сонда S тең болады 22,5 көбейту Т. Яғни жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісі бізге қашықтықты береді. Сонда бұл формула қайықтың жүзген жолының оның жүзген уақытқа тәуелдігін білдіреді. Енді біз осы формула бойынша, егер Т 2-ге тең болғанда, яғни 2 сағат уақытта қайық қандай қашықтықты жүзіп өткен анықтайық. Онда осы формуладағы Т-ның орнына оның мәнін қоямыз. Сонда қашықтық 22,5 пен 2-ның көбейтіндісінен, яғни 45 км болады екен. Енді екінші жағдай Т 6-ға тең, яғни уақыт 6 сағат болып тұр. Сонда 6 сағатта қайық қанша километр жол жүзгенін табу үшін 22,5-ті 6-ға көбейтеміз. Сонда қайық 6 сағатта 135 км жол жүрген екен. Енді келесі тапсырманы орындайық. Тәуелділік y тең 3-тен 1 көбейту 2x қосу 1 формуласымен берілген. X тең 3, x тең минус 12 және x тең 2,5 болғандағы тәуелді айнымалының мәнін табыңыз. Бұл жерде алдында айтып өткендей x дегеніміз ол тәуелсіз айнымалы, ал y дегеніміз тәуелді айнымалы болатын. Ендеше бізге есептің шартында тәуелділік формуламен берілген екен, және
тәуелсіз айнымалы, яғни x-тің мәндері беріліп тұр. Енді осы тәуелсіз айнымалының мәніне сәйкес тәуелді айнымалының, яғни y-тің мәндерін есептейік. Ол үшін біз берілген формуладағы x-тің орнына оның мәндерін қоя отырып, сәйкес y-тің мәндерін есептейміз. Сонда, егер x-тің бірінші мәні 3-ке тең болса, онда формуламыз келесідей болады. 3-тен 1 көбейтілген 2 көбейту 3 қосу 1. Яғни есептеуді орындаймыз. Сонда 3-тен 1 көбейтілген 7 болады. Бұл 3-тен 7 бұрыс бөлшегіне тең, оны аралсан түрінде 2/3-тен 1 деп аламыз. Яғни егер x-тің мәні 3-ке тең болса, онда y-тің мәні 2/3-тен 1-ге тең болады екен. Енді келесі мәні x-тің -12. Осы мәнді формуладағы x орнына қойып, оған сәйкес y-тің мәнін есептейік. Сонда y тең 3-тен 1 көбейту, 2 көбейту -12 қосу 1. Әрі қарай есептеуді орындап, шашашынан -23 шыққан көреміз, оны 3-тен 1-ге көбейтеміз, -3-тен 23, ал бұл -7/3-тен 2-ге тең. Яғни, тәуелсіз айнымалы x-тің -12 мәніне сәйкес, тәуелді айнымалы y-тің мәні -7/3-тен 2 екен. Енді келесі мәні x-тің ол 2/5, оны да дәл осылай формуладағы x-тің орнына қоямыз. Сонда y тең 3-тен 1 көбейту, 2 көбейту 2/5 қосу 1 болады. Бұдан 3-тен 1 көбейту 6 шығады, ал бұл көбейтінің мәні 2-ке тең. Демек, x-тің 2/5-ке тең мәніне сәйкес, y-тің мәні 2 болады екен. Яғни жауабы 2/3-тен 1 -7/3-тен 2 және 2 болады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен шамалар арасындағы тәуелділікті түсініп, тәуелділіктің формула мен берілу тәсілін меңгердік. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.